Барлықтарыңызға сәлем, қайырлы күн. Мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай өте дәмді үй жағдайында бургер жасайтын боламыз. Ол үшін менің видеомды соңына шейін бақылаңыздар. Тура пиццериядағы бургер сияқты болып шығады. Ендеше бастаймыз. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға жылы сүтімізді құйып аламыз. Оның үстінен бір пиала жылы суымызды құямыз. Және дәміне қарай тұзымызды салып, жақсылап тұзымыз ерігенше араластырып аламыз. Майонез қалауларыңызша, майонез болмаса қаймақ қоса беруге болады. Оның үстіне ашытқымызды қосып, оның үстіне сұйық майымызды құямыз. Барлық керек заттарымызды қосып болған соң, ұнымызды сеуіп, жақсылап жұмсақ қылып қамыр илейміз. Бірден ұнымызды көп салмаймыз, аз ғана бөлшегін салып, осылай ұнымызды сұйық массамызға қосып, қолмен осылай араластырып аламыз. Үстіп барлық ұнымызды араластырып болған соң, үстінен екінші бөлігін салып, жұмсақ қылып қамырымызды илейміз. Бірден көп салмаймыз, көп салса қатты болып қалады. Қамырымызды илеп болған соң, басын біріктіру үшін сұйық май құйып, аз ғана осылай біріктіріп шығамыз. Сол кезде қамырымыз жұмсақ, әдемі үлпілдек болып көтерілетін болады. 40 минутқа жылы жерге бетін жауып қоямыз. Сізге бір лайфхак айтайын. Микроволновкаға қоятын болсаңыздар, 30-40 минутта тез көтерілетін болады. Енді ішіне қосатын котлетін дайындаймыз. Осылай мендегі тауықтың төс еті майдалап турап аламыз. Өзімізге ыңғайлы етіп блендерда немесе ет тартқыштан өткізіп аламыз. Етімізді өткізіп, пиязымызды турап алдық. Ендігі кезекте екеуін біріктіріп, бір ыдысқа салып, оның үстіне бір жұмыртқамызды саламыз. Және де дәміне қарай тұзымызды, дәміне қарай қара бұрышты, және де сұйық май, аз ғана және панировочный сухариктан қосып жібереміз. Сухарик болмаса аса маңызды емес. Барлығын қосып болған соң, жақсылап қолдың көмегімен мұжып, фаршымызды араластырып аламыз. Енді кезекте табаға май құйып, қыздырып, осылай фаршымызды, котлеттерімізді формаға жасап, қуырып аламыз. Екі жетін қызартып, 5 минуттан орташа отта бетін жауып қуырып аламыз. Етіміз піскенше. Міне етімізді, котлетімізді дайындап пісіріп алдық. Енді кезекте қамырымыз ашып қалды. Қамырымыз өте әдемі болып, 2 есе көтерілген, жұмсақ үлпілдек болып, қамырымызды ыдысымыздан алып, майда-майда өзімізге керекті қанша бургер жасаймыз, сонша бөлікке бөліп аламыз. Қамырымызды бөліктерге бөліп, суала жасап, противенге қойып, осылай пергамент қағазына орналастырып, бетін жауып, 20 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Бұл уақытта пешімізді міндетті түрде қыздырамыз 180 градусқа. Осылай қамырларымызды қойдық, көтеріліп шықты. Көтерілген қамырдың үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Енді кезекте нанымыз піскенше керекті заттарымызды турап дайындаймыз. Менде арнайы сыры болған жоқ, сондықтан осындай күнделікті қолданып жеуге арналған сырды жұқа-жұқа етіп турадым. Қияр мен қызанақты да тура солай жұқа қылып турап аламыз. Енді кезекте соусын жасаймыз. Соусы өте қарапайым, майонез бен кетчупты араластырып, оның үстіне аз ғана қара бұрыш сеуіп аламыз, болды. Міне нанымыз пісіп шықты, өте жұмсақ, үлпілдек болып пісіп шықты. Енді кезекте бургерімізді жинауға дайындаймыз. Қамырымыздың ортасын осылай кесіп аламыз. Котлет пен сырымызды микроволновкада ерітіп аламыз. Енді соусымызды жағып, оның үстіне котлетімізді, қызанағымызды, қиярымызды салып, қалауларыңызша салат жапырағын қоссаңыздар да болады. Мен қосқан жоқпын. Біздің үйдегілер аса ұната бермейді. Осылай бургерімізді жинап, үйдегі туысқандарыңызға, балаларыңызға ұсына берсеңіздер болады. Міне бургеріміз дайын болып шықты, өте дәмді болып шығады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Үйде жасаған бургер басқа жаққа қарағанда өте әдемі, дәмді болып шығады. Әрі өз қолыңыздан шыққан тамақ міндетті түрде 100%-ға дәмді болады. Сіздер де міндетті түрде жасап, өз ойларыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Рахмет.